Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздердің назарларыңызға жұмыртқаны қажет етпейтін, өте тамаша болып шығатын, ортасында салмасы бар булочканың рецептісін көрсететін боламын. Менің видеомды соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүттің жартысын құямыз және үстінен қантты салып, үстінен ашытқыны салатын боламын. Және 2-3 ас қасық ұн салып, осы қоспамызды жақсылап отырып араластырамыз. Біздің ашытқымыз толыққанды ерігені жақсы. Дәл осылай араластырып алғаннан кейін, осы қоспамыздың үстінен қалған жылы сүтімізді құямыз. Жақсылап араластырып, үстінен ерітілген сары майды құятын боламыз. Тұз және ванильді қант қосамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін ұнды елеуіштен өткізе отырып, 2 бөлікке бөліп салып, өте жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мен ең алдымен венчиктің көмегімен сәл біріктіріп алдым. Содан кейін қолдың көмегімен өте жұмсақ қамыр илеймін. Өте жұмсақ қамырымыз дайын. Үстінен 1 ас қасықтай сұйық майымызды жағып, тағы да кішкене басып алатын боламыз. Эластичный, өте жұмсақ, қолға мүлдем жабыспайтын қамырымыз дайын. Осы қамырды ыдысымызға салып, бетін жауып, 1 сағатқа көтерілуге қалдырамын. 1 сағат уақыт аралығы өткеннен кейін осы қамырымызды дастархан бетіне түсіріп, бірнеше бөлікке бөлеміз. Және осы бөліктерді тағы да бөліп, күлшелер жасайтын боламын. Осы күлшелерімізді оқтаудың немесе қолдың көмегімен кішкене жайып аламыз және үстінен кез келген тәттіні, варенье немесе варенка болуы мүмкін, өздеріңізге ұнайтын тәттіден салып, шеттерін жабыстырып алатын боламыз. Осы қамырымыздың артылған жерін тағы кішкене оқтаумен жайып алатын боламыз, немесе қолмен де жаймалап жіберуге болады, және пышақпен дәл осындай жолақшалар жасап кесіп аламыз. Және қамырды орап, булочка формаға келтірдік. Өте әдемі булочка шығады. Осылай дайындап алған булочкаларымызды противеньге саламыз. Пешті алдын ала 180 градуста қыздырып алатын боламыз. Қамыр өте эластичный, ешқандай да жабысып қалмайды. Ұнды немесе майды талап етпейді. Жұмыс істеуге өте ыңғайлы. Салмамызды салып, бір шетін қайырып жабыстырып аламыз және қалған шеттерін жолақшаларға кесіп, булочкамызды орайтын боламыз. Бізде дәл осындай өте әдемі булочкалар пайда болды. Барлығын противеньге салып,
Жұмыртқаның сарысын жағып алдық және 180 градуста қызып тұрған пеште 20 минут уақыт аралығында пісіріп алдық. Осымен біздің керемет булочкаларымыз дайын. Өте тамаша болып шығады, жұмсақ, дәмді булочка деп айтқым келеді. Менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийға жаза кетіңіздер. Қоңырауша белгісін басып қоятын болсаңыздар, сіздермен бірге керемет рецепттерде кездесеміз. Менің шыққан жаңа видеоларым сіздерге бірінші болып көрінетін болады. Қазақша каналдың дамуына үлес қоса кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Мақпал Ерболат қызы.